Шымкент қаласы өрлеу біліктілікті арттыру орталығының базасында 10 қараша күні ағылшын тілі мұғалімдеріне арналған Bridge Council сұрақтар және жауаптар атты пресс-конференциясы өтті. Бұл жоба Шымкент қаласының ұстаздары үшін ұйымдастырылды. Жоба британдық кеңестің тарапынан Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің қолдауымен өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының бастамасымен жүзеге асырылуда. Енді бүгінгі іс-шараның мақсаты курс онлайн режимде қашықтан өткізіліп жатқандықтан осы ағылшын тілі пәні мұғалімдеріне жалпы әдістемелік қолдау көрсету, платформамен жұмыс жасауға көмек беру, қандай да бір сұрақтары, пікірлері болса, сол пікірлерімен бөлісуіне мүмкіндік беру, сұрақтарына жауап беру. Конференцияға өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының төрайымы Әсел Зейнуллақызы, төрайым кеңесшісі және республика бойынша жоба үйлестірушісі Нұрсұлу Жалғасбайқызы, британдық кеңестің жоба менеджері Ардақ Бектұрова қатысып сөз сөйледі. Сонымен қатар Шымкент қаласы білім басқармасының ағылшын тілі әдіскері Олжан Ернарқызы және орта білім беретін мектептің ұстаздары қатысты. Ағымдағы жылдың 18 қазанынан бастап жүзеге асырылып отырған бағдарламада ағылшын тілі мұғалімдері үшін 40 сағаттық екіншілік жоспарлануда. I think today I have participated in the press conference about the platform which we are having now on the part of British Council, and I liked it a lot. We had questions, we had answers to them, and now I'm a participant of the British Council project, which combined all the teachers from different countries to share their ideas, to share their opinions, their reflections, and to enhance professional skills of the teachers. Курсқа оқу үшін Шымкент қаласы білім басқармасына 137 өтінім қабылданып, оның ішінде 117 педагог тиісті деңгейді көрсетіп іріктеуден өтті. Бірінші лекте қала бойынша 45 мұғалім оқып жатыр, ал екінші лек 2022 жылдың қаңтар айынан басталады.